Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге 12 ғасық пирогының дайындалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз және де маған тіркелуді ұмытпаңыз. Әр құрамы 12 ғасықтан тұратын бұл пирог өте жұмсақ және дәмі өте дәмді, өте керемет және де оңай жасалатын пирогтың түрі. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстінен 12 ғасық қант салып, жақсылап әппақ болып көпіргенше миксермен араластырып аламыз. Егер сізде миксер жоқ болса, венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Үстінен 12 ғасық сүтімізді қосып, бұны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын 12 қасық күнбағыс майы, сұйық майымызды қосып, оны да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Сосын електен өткізілген ұнымызды 12 қасық қосып, және де 1 немесе 1,5 чай қасық разрыхлитель қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қыздар, міндетті түрде ұнды електен өткізіп алыңыздар, сонда пирогтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Осымен біздің қамырымыз дайын. Менде 24 диаметрлік форма, сіздерде 20 немесе 22 болса, тіпті жақсы пирогтарыңыз өте биік болып пісетін болады. Менде 24 диаметрлік форма, соған құйып аламыз, және де пешімізді міндетті түрде қыздар 180 градуста қыздырып алғандарыңыз жөн. Қызып тұрған пешке салсаңыз, пирогтарыңыз өте күшті көтерілетін болады. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Бұл пирогта әбден суыған соң бір-ақ кесіңіздер, аз болсын. Егер сіздерге осы менің видео рецептім ұнаған болса, егер сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.